Сәлем қыз келіншектер, бүгін бізде оладушки. Оладушкиді таңғы ас мәзірінде пайдаланамыз. Оладушкиді таңғы ас мәзірінде пайдаланамыз. Балалар жақсы сүйіп жейді, және бұны вареньемен, қаймақпен, немесе балмен жеуге болады. Кәнекей бастаймыз. Бізге бірінші бір жұмыртқа, ақ май, 100 грамм қант, айран, бір стакан 250 ұн керек болады. Ұнға мен бір шай қасық, бір емес, енді жарты шай қасық тұзбен жарты шай қасық ас содасын қосып жібердім ұнға. Енді бірінші жұмыртқаны аламыз. Келесі қант, араластырамыз. Егер қаласаңыздар, тағы бір жұмыртқа қосуға болады. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Келесі айран. Алмай 50 миллиграмм жеткілікті. Бәрі жақсылап араласқаннан кейін ұнды саламыз. Ұн елегіштен өткен. Елегіштен өтсе, әдемі болып піседі. Оладушки сұйық болмау керек, қою болмау да керек. Сметан сияқты болу керек. Қаймақ. Мынау қазір бізде ұн аз, кішкене тағы қосайық. Мінеке тағы да ұн қосуға болады. Менің барлық тарелкамдегі ұным кетті. Қыздар, мінеке осындай болу керек. Ал енді бұны сковородкеде кішкене май жағып, сковородкеге пісіріп аламыз. Майдың көбі керегі жоқ, өйткені біз май құйдық. Неге? Ол жабысып қалмайды. Осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Қыздар, мінеке айналдырып алдым. Осылай пісіріп кете береміз. Қыздар, мінеке дайын болды. Оладьи. Менде қаймақ. Қазір мен дәмін көремін. Мінеке. Ауызға барғанда еріп кетіп жатыр. Қазір біреуін сіздерге ашып көрсетейін. Көрдіңіз бе арасын? Өте дәмді шыққан. Қыздар, жасап көріңіздер. Қыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Мам!